Сәлем қадірменді ММА сүйер қауым. Әне міне дегенше кезекті Найза 57 турнирі де жақындап қалды. Естеріңізге сала кетейін, аталмыш турнир 24 ақпан күні Алматы аренада өтетін болады. Кеште айтулы тарихи жекпе-жектермен қатар прелимде шығатын проспектілердің де өнерін тамашалайтын боламыз. Прелим демекші, бүгінгі шығарылымда біз сіздермен ең перспективті 10 жауынгерді талқылаймыз. Осы есімдерді жаттап алыңыздар, өйткені бұл жас батырлар керемет жекпе-жектермен талай аренаны шулататын болады. Ал сіздер біздің тізіммен қаншалықта келіспейтініңізді пікірге жаза отырыңыздар. Сонымен кеттік. 10-шы орын. МДН Pro Team командасының мүшесі Мұратжан Юсупов. ММА, панкратион, жекпе-жек және джиу-джитсудан спорт шебері. Астанада өткен Найза 55 турнирінде Мұратжан жекпе-жекті соңына дейін жеткізбей, қарсыласын екінші раундта техникалық нокаутқа жіберді. Бұл жеңісі ММА-дегі кәсіби рекордына 1 ұпай берді. 9-шы орын. Дартим командасының мүшесі Әлиби Пернебек. Бұл жігіт туралы айта берсем әңгіме көп. Өзі студент, ММА бойынша, сонымен қатар қоян қолтық ұрыстан Қазақстан чемпионы. ИМАФ бойынша әлем чемпионатының финалисті. ММА бойынша Еуропа чемпионатының жүлдегері. Эфирдің уақыты шектеулі болғандықтан ғана тоқтап тұрмын. Әйтпесе Әлібидің тізімінде ауыз толтырып айтатындай жеңістері жетерлік. 8-ші орын. Маңғыстаулық Нұрдаулет Лепов. Жартылай орта салмақ категориясында өнер көрсетіп жүрген жауынгер, болашақ ММА жұлдызына айналуы әбден мүмкін. Жақында Алматыда өткен Найза 56 турнирінде өнер көрсеткен Нұрдаулет, бірінші раундта өз қарсыласын тамаша нокаутқа жіберіп, жеңіске жеткен болатын. 7-ші орында Эмир Pro Team командасының жауынгері Азамат Габдолов орналасты. Қазан айында Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында өткен Найза 54 турнирінде батырымыз өзін керемет жауынгер екенін көрсетті. Азамат өзбекстандық Камолиддин Рустамбоевпен тартысқа түсіп, бірінші раундты соңына дейін жеткізбей, қылқындыру әдісімен жеңіске жетті. Бұл жеңіске шыны керек көзіміз тоймай қарадық. Жарайсың, Азамат. 6-шы орында Эмир Pro Team командасының тағы бір мүшесі Ерқанат Дарбаев есімді жауынгер орналасты. Найза 54 турнирінде батырымыз өзбек жауынгермен тартысқа түсіп, нағыз шоу көрсетті. Қарсыласының соққысына қанша жерден жығылғанымен, соңына дейін шыдап, ақыры жеңіп, иығына көк туды жауып шықты. 5-ші орын. Нұржігіт Акунов, Future Star командасының жас жауынгері. Нұржігіт ММА-дегі мансабын 2022 жылы бастап, бүгінде 4-0 рекордымен мақтан алады. Қырғызстанда өткен Найза турнирінде Нұржігіт Дартимдік Намик Нефталиевпен тартысқа түсіп, қарсыласын ауыр соққыға жығып керемет жеңіске жетті. Болашақта бұл батыр үзді қырғыз ММА жауынгерлерінің қатарын толықтыратыны сөзсіз. 4-ші орын. Аслан Искандеров. Жас жауынгер Дартим командасының мүшесі, қоян қолтық ұрыстан 7 дүркін Қазақстан чемпионы. Қырғызстанда өткен Найза гран-приінде Аслан жекпе-жекті соңына дейін жеткізбей аяқтаған болатын. Меніңше, бұл жауынгерде қыздардың краштар тізіміне енуі керек еді. Сымбатты, мықты командаластар арасында ең жылдам жауынгерлердің бірі. Бұл жігіттің болашағы өте зор деседі. 3-ші орын Тобет Top Team командасының проспектісі Бағашар Қораласов. Астанадағы Найза 55 турнирінде Бағашар өз қарсыласын нокаутқа, назар аударыңыз, бар болғаны 36 секунд ішінде жіберді. Сондықтан, егер картта Бағашар Қораласов деген есімді көрсеңіз, міндетті түрде тамашалауға келіңіз. Бұл жігіттен керемет шоу күтуге болады деген сөз. 2-ші орын. Акимжан Хакимов. Дартим командасының мүшесі, қоян қолтық ұрыстан спорт шебері. Акимжан нағыз жан-жақты жауынгердің үлгісі. Кезінде спортзал мен СМ мамандығын қатар алып жүрген жігіт. Сынған қолмен өнер көрсету өте қиын, бірақ Акида үшін бұл кедергі емес. Бүгінде Акимжанның кәсіби рекорды 3-0.
Қолдары сынса да сағы сынбайтын жауынгер. Өркенің өссін батыр. Бірінші орын. Алмас Сәрсенбеков. Астаналық Тобет топ-тим командасының мүшесі. Жауынгердің ММА-дегі кәсіби рекорды әзірге 2-0. Бірақ бұл жігіт талай белестерді бағындырады. 16 жасында алғаш рет муайтай әлеміне келіп, бүгінде осы спорт түрінен әлем чемпионы. Ендігі Найза Awards 2024 премиясында жыл проспекті номинациясы Алмазға беруі әбден мүмкін. Міне алтындарым, 10 перспективті ММА жауынгерлердің есімін білдік. Тағы қайсы есімдер лайықты деп ойлайсыздар? Міндетті түрде пікірге қалдырыңыздар. Біз барлығын оқимыз. Келесі жолы ММА-дегі 10 мейірімді, ақ көңіл жауынгерлерді қарастырамыз. Ал менде бүгінге осы, келесі жүздескенше сау болыңыздар.